1 сәуір күні қайтарымсыз 1.225.400 МРП грантқа өтініш беру қабылдау басталды. Ол жерге өтініш беру үшін сізде міндетті түрде бұрын атамекенді оқыды деген, соңғы 2 жылда оқыды деген сертификатыңыз болу керек. Сертификатыңыз жоқ болса, атамекенге 1432 номеріне хабарласып тіркелсеңіз болады. Ол жерде 29 жасқа толмаған жастар, одан кейін осал топ, 11 категория мемлекеттің көмегіне мұқтаж жандар, 3 категория жұмыссыздар. Жұмыссыздарда жастарында шек жоқ. 18 жастан 65 жасқа дейін. Сізге официальный зарплат ешерден түсіп тұрмаса болды. Жұмыссыз екеніңізді дәлелдеу үшін еңбек KZ-ке жұмыссызбын деп тіркелесіз. Жұмыспен қамту орталығына тіркелесіз немесе. Содан кейін атамекенге оқисыз. 21 күн, әр 15 күн сайын поток болып отырады. Жаңа потоктар жиналған сайын сіздерді оқуға алып отырады. 21 күн оқисыз. 21 күн оқығаннан кейін, тесттеріңіз тапсырғаннан кейін, сізде қолыңызда бизнес планыңызбен қорғайсыз. Сосын барып 1.225.000 теңге алуыңызға болады.